Сүйкімдімде қалай не көңілсізсің? Жай ішім пісті. Саған біздің кездесуіміз бұрынғыдай болғандай болмай ма? Кино, аквапарк, кафе барлығы алаңға байланысты. Иә, менің де айтқым келген осы еді, жұма сайын қайталана беретін бір нәрсе. Мен ол туралы ойламаппын, бірақ тағы бір нәрсе ойластыруымыз керек. Қыздар, менде мынандай жағдай болып жатыр. Сенен достарына әлбір 8 адамға біліп берші демеді мен. Иә, сонымен сенде не бар? Мен шетелдік жігітпен таныстым ғой, ойлаңыздаршы. Қойшы, рас па? Кіммен? Қытайлықпен. Сен қытайша білесің, сөйлесің емес пе? Ал сенің ойыңа қайдан келді? Кейін айтам, кеттік, ол бізді жаңа саябаққа шақырды аттракциондағы. Нихао, тайкуле, хуагоксю, хышин мыши. Процесса Тина Хуанин. Сиси нихин пхёля. Ни ияо ши ми минхи. Цен. Ди, сен оған ұнап қалғансың ба, не деп жатыр? Ол біздің қаламызды өте қатты ұнатып қалған, және де жаңа достармен танысқаны өте қуанышты. Иә, бірақ біз сыныпта ең мықты қыздармыз. Ляска қоя салшы. Біз үшеуміз достармыз. Мисти, сіз бүгін тақырыпты тамаша атқарып алып шықтыңыз. Иә, шынымен Динка, барлық сынып сенің біліміңе таң қалды. Қалай барлығын есіңе сақтап қаласың? Рахмет сендерге, қымбаттыларым. Жай бұл тақырып менің ең сүйікті тақырыбым болған соң ғой, дегенмен. Сен не айтқан едің соңғы сабақта тарих жөнінде? Жақсы қыздар, мен сендерге айтайын. Тарихшы ашық сабақ өткізгісі келетінін айтты. Ал мен ол кісіге қытайлық ченді алып келемін деп уәде берген болатын. Енді бізге нағыз қытайлардың мейрамын ұйымдастыру керек болады. Сен уақытыңды жоғалтып болмайсың ба? Егер түк шықпаса, көңілді бір нәрсе жоспарлауымыз керек. Чен қуана келіседі, ол ашық және көңілді. Карнавал. Достым, ең әдемі көптіңді кесің ғой? Ол керемет дос. Ляска, қандай сәттілік? Егер барлық ойдағыдай болатын болса, онда біз сыныпта number 1 етеміз. Иә, және ол сүйкімді кім еді? Чен тек... Ой, Ляска, сүйкімді. Гаухардың Алматыдағы ағайынды інісі екен, мен ойлап жүрмін, қайдан көрдім деп. Бұл фото сенде қайдан жүр? Менде ол туралы барлық мәліметтер бар. Оның есімі Әділ ме? Міне саған Гаухар қап. Иә, ол бізді алдады. Мен қытайлық оқушы ретінде олмен араласып жүрсем? Гаухар нағыз өнертапқыш. Динка, былай етсек, оған жауап ретінде біз де бір нәрсе ойластырсақ. Ол бізден әлі көретін болады. Қане не отырсыз? Сабақ бітті. Ал асханада мектеп аспазшының жаңа тамағының дәмі шығып жатыр. Мен сіз арада аспазшымен ақылдасуым керек. Мен мына мәзірдегінің бәрін жеп алдым. Басқа бір нәрсе жегім келіп тұр. Чен, саған мына тағамдар ұнай ма? Сен түсінбейді екенсің ғой. Ши. Тапсырыс беруге дайынсыздар ма? Кешіріңіз, бірінші тосынсы жасауға бола ма? Дәл қазір ме? Иә. Чен, біз сені Қытайдың асханасымен қонақ еткіміз келді. Біз Дина екеуміз дайындадық. Сен бұндай тағамды үйінде күнде жейді деп ойлаймыз. Ол немен жасалады? Қытайлықтар әртүрлі тағамдарды жақсы көреді. Мен естідім, олар бәрін арт-арттан жей береді деп. Бұл деликатес, оған 8 аяқтың аяғын, Лясканың қосаяқтан жасалған террарийін, күріштің ананын, тасбақаның соусын, Ол қалай аталады? тауықсыз гунбао де. Мама! Гаухар, тек сен байқамадың ба? Менің ойымша қазір Чен шамалы болса да, орысша қазақша сөйлей алады. Солай ма? Тек 2 апта болды ғой деп алып жатырғанына ол бізбен. Біздің тілімізше сөйлеуге дайын. Айтпақшы, Ченға алдыңғы берген тағамдарың ұнаған, бірақ мен оның қалай аталатынын таба алмадым. Бұл авторлық тағам. Бір күндері тағы дайындаймыз. Әне қара сенсей.
Жігіттер, бұл тақтай шынайы ма? Ауыртып алуға болады ғой қолды. Сындырып алмайсыңдар ма мынауыңа? Біз 3 жылдан бері шынығып келе жатырмыз. Каратэ бұл болғаны философия. Мен бірінші сындыра аламын ба, сен сындыра аламын ба? Я, егер сенсең, 3 жыл дайындалсаң, я, сындыра аласың. Жоқ, ол қыз бала ғой, оған кем дегенде 5 жыл керек. Чен, сен бізге өзіңнің төбелесінің бағытыңды көрсетуге қаламайсың ба? Бұл не дегенің? Қытайлықтардың бәрі каратист емес қой. Сен айттың ғой, Чен каратист деп. Ой, ұмытып кетіппін ғой. Сәлем балалар. Күндеріңіз қалай өтті? Керемет. Біз болға дейін. Керемет. Сіздің күніңіз қалай өтті, ағай? Менде де бүгін жұмыстарым ойдағыдай болды. Ал қош келдіңдер. Гаухар, Чен, мүмкін сіздер бізге қонуға қаларсыңдар. Папа білгенде Гонконгтан шегесімен кровать алып келіпті. Шегесімен, ол қалай сонда? Бұл не дегенің? Енді кровать матрассыз, матрастың орнына 100 000 шегелер. Қытайлық медицина ғой. Сонысымен пайдалы дейсің ғой. Әрине, Ченнің мұндай кроватқа жатып көрмегеніне сенімдімін. Қажет емес, болды, жетеді Гаухар. Мен бұдан әрі қарай шыдай алмаймын. Ол маған әлеуметтік желіде көрсетті қалай қытайша сөйлей алатынымды. Ал мен ана жерде тұрдым сағынып. Асосалязка. Қыздар, сендермен шынымен де іш пыспайды. Ал сенімен. Балалар, тоқтаңыздаршы, алашық сабақ ше. Бір нәрсе ойластырамыз, тек мен ойлаймын, біз сабақта аз боламыз деп. Біз осымен өте қызықты оқиғаларды білдік. Оның ішінде Қытайдың ұлттық асханасы. Қытайлықтардың төбелесін. Және қытайлық медицинаны. Жарайсыңдар, қыздар, отырып алыңыздар. Сенің достарың бізді бөледі. Міне сондықтан олар менің достарым. Сен осымен тоқтап қалмайтын шығарсың. Әрине жоқ, мен басқа ойын ойластыратын болдым. Мен осы жолы саған көмектесемін. Әрине көмектесесің, сен менің інімсің ғой. Біз бұны бұлай қалдырмаймыз. Дұрыс айтасың. Адилька, сенің достарыңның ішінде олар көрмеген достарың бар ма? Ондайлар көп қой, бірақ шетелдік жоқ сияқты. Иә, бұл шынымен. Бірақ менде басқа ой бар.